Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Назарларыңызға өте дәмді, жұмсақ, қызыл барқыт печеньесін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен 210 грамм ұнның үстіне тұз саламыз. 15 грамм шамамен 2 қасық какао саламыз. 10 грамм қопсытқыш саламыз. 170 грамм қант ұнтағын саламыз. Барлығын електен жақсылап өткіземіз. Құрғақ ингредиенттерді шетке алып қоямыз. Бір жұмыртқаның үстіне 40 грамм сүт құямыз. Қызыл гелді бояғышты кішкене ғана құямыз, жақсылап барлығын араластырамыз. Құрғақ ингредиенттердің үстіне сұйық ингредиентті құямыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, ортасында 60 грамм бөлме температурасындағы сары майды саламыз, қолымызбен еземіз. Сары май бөлме температурасында болуы керек, яғни қатты еріп кеткен сұйықтық болмау керек. Жұмсақ қамыр илейміз, қамыр қолымызға жабысып тұрған жұмсақ болуы керек. Бетін жауып тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минуттан кейін кішкентай қасықпен грек жаңғағындай етіп, дөңгелек етіп шариктер жасаймыз. Пешімізді осы жерде қыздыра берсек болады. Қант ұнтағына араластырып, видеода көріп тұрғандарыңыздай противенге ара қашықтығын алшақ етіп қойып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 190 градуста 15-20 минут пісіреміз. Осымен біздің қызыл барқытты печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Дастархандарыңызға ерекше сән беріп тұрады. Менің бейнелерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.